Ассалаумағалейкум, эфирде Қазақстан жаңалықтары, студияда Талғат Түйсенбек. Бүгін шілденің бірі, жұманың басты оқиғаларымен таныс болыңыздар. Әлихан Байменов ақыры ұлт лидер жағынан қызмет тапты. Құлбаевтың сенімді адамы Перуашев Нұр Отан құрамынан шығып, Ақ Жол партиясына төраға болып келуі мүмкін. Бір айдан бері ереуілдеп жатқан Жаңаөзен қаласына баратын жолды полиция жапты. Өзенмұнайгаз жұмысшылары аштыққа қосылып жатыр. Түркістан қаласындағы қазба жұмыстары барысында көне ғибадатхана табылды. Діни орталық 3-4 ғасырларға жатады. Өзін осы уақытқа дейін оппозициядамын деп таныстырып келген Әлихан Байменов ақыры ұлт лидерінің айналасынан қызмет тапты. РИА Новости агенттігінің мәліметі бойынша саясаткерді елбасы өзіне тікелей бағынатын мемлекеттік қызмет істері жөніндегі агенттік төрағасы етіп тағайындады. Ал оның Ақ Жол партиясына жаңа төраға ретінде Азат Перуашев келуі мүмкін. Байменовтің өзі мұндай өзгерістің бүгін жариялануы мүмкін екендігін растап отыр. Ал осының алдында Атамекен экономикалық палатасының жетекшісі Тимур Құлбаевтың сенімді адамы делінетін Азат Перуашев өзінің Нұр Отан партиясы қатарынан кеткендігін мәлімдеді. Ал миллиардер Машкевич қолына өтті делінетін Ақ Жол партиясының кеңсесінде бүгін өлі тыныштық, саяси партия мүшелері не өзгеріс болып жатқанын айта алмайды. Бүгін Ақ Жолдың орталық кеңесіне келуді құп көрдік. Өлі тыныштық, таяуда өтетін съезге дайындықта байқалмайды. Іштегілер әзірге түк айта алмайтындықтарын айтып шығарып салды. Только съезд өтіп біткеннен кейін бүкіл информация бастады. Қазір пока ешқандай информация жоқ. Бұдан біраз бұрын ғаламторда Ақ Жол партиясы сатылады мыс деген мақала шықты. Саяси ұйымның брендін Азат Перуашев немесе Машкевич алады делінген. Бұның барлығы алдағы уақытта мерзімінен бұрын өтуі мүмкін парламент сайлауының қамы. Саяси науқанда Нұр Отанға спарринг әріптес керек десті сарапшылар. Саясаткер Уәлихан Қайсаров олай істеу билікке де Ақ Жолға да опа бермейді дейді. Билікпен бірге былықтар жасаған адамдармен егер ол қосыламын дейтін болса, онда әрине халықтың арасында сол Ақ Жолдың болсын ба, Әлихан Байменовтың болсын ба, абырой әбден нөлге түсіп кетуі мүмкін. Тіпті оларға халықтың арасында наразы әбден көп болуы мүмкін. Сондықтан меніңше егер осы Машкевич пен Перуашев осы брендті пайдаланамыз дейтін болса, онда бұдан ешқандай нәтиже шықпайды. Бүгін Атамекен экономикалық палатасының төрағасы Азат Перуашев Тенгриньюс ақпараттық агенттігінде Нұр Отан партиясының құрамынан шыққанын растады. Президент кеңесшісі Ермұхамед Ертісбаев дәл осы Азат Перуашевтың басқаратын ұйымы кәсіпкерлер партиясын құрып, Нұр Отаннан кейінгі екінші партия болу керек деп мәлімдеген еді. Енді оның Ақ Жолға төрағалық етеді мыс деген ақпаратқа қатысты партияның президиум мүшелері сенер емес. Ақ Жолдың белді мүшесі Амангелді Айталы тіпті съездің болатынынан да хабарсыз екен. Ал қандай саяси оқиға болмасын, бір адамның қолында деді президентті меңзеп. Менің тіпті ешқандай хабарым жоқ. Политтехнологиялар көп қой. Мен кешке қарай болса хабар болар деді. Мен де сұрағам осылай. Кешке белгілі болатын сияқты. Қайдан білейін, бізді дүниенің барлығы, партиялардың барлығы жоғарыдан ұйымдастырылады. Солай болып келді ғой. Азат Перуашевтың Тимур Құлбаевпенен бір жүретінін ескерсек, ол елдің Нұр Отаннан кейінгі екінші саяси күшін өз қолына шоғырландырудың қамы дейді Қайсаров. Алайда ескі брендті пайдаланудан гөрі жаңа ұйым жасақтау билікке жеңілірек. Жаңа идеямен ғана саяси жетістікке жетуге болады дейді. Жапар Төре, Талап Жакупов, Астана, Қазақстан. Әлихан Байменовтың айтуынша Атамекен мен Ақ Жол арасындағы келіссөздердің нәтижесі бүгін кешке Ақ Жол президиумы съезінде шығарылады. Яғни Азат Перуашевтың төраға болып келу-келмеу мәселесі бүгін шешіледі. Партия президиумына бұқаралық ақпарат құралдары кіргізілмейді. Бұл уақытта саяси партия төңірегіндегі өзгерістерді елдегі саясаткерлер мен саясаттанушылар мерзімнен бұрын өтуі мүмкін мәжіліс сайлауымен байланыстырып отыр. Ақ Жолдың парламенттен орын алатын Нұр Отанның спарринг әріптесіне айналатын екінші партия болатынына сарапшылар күмән келтірмейтін секілді. Бүгін Қазақстандағы партиялық жүйедегі өзгерістерді талқылаған сарапшылар үшін бас тақырып Ақ Жол партиясы болды. Олар Ақ Жолдың ертеңгі съезінде партия төңірегіндегі соңғы қауесеттерге жауап берілуі мүмкін дейді. Оппозиция өз кезегінде Ақорда Ақ Жолдың бренді аясында өзіне ыңғайлы саяси қадам жасарына нық сенімді. Қазіргі басшыларына келетін болсақ, олар кезінде референдумды қолдап, Нұр Отанмен бірге коалицияға кірген партиялар.
партияның басшысы. Сондықтан дәл қазір олар Нұр Отан партиясының саяси қарсыласы болады. Соларға қарсы ашық пікір айтатынға мен сенбеймін. Олай болса неге олар коалицияға кіреді? Мерзімінен бұрын парламент сайлауының өтетініне қатысты жиынға келген билік партиясының өкілдері түсініктеме бермейді. Есесіне Ақжолдан конструктивті оппозиция жасау жоспары жоққа шығармайды. Әрине, ол бір жағынан Нұр Отанмен де келісуі мүмкін, бір жағынан бізге нақты бір мықты оппозиция болуы да мүмкін. Оның концепциясы әлі талқылануда. Мен мысалы үшін әлі нақты айтамын. Ол екінші партия ол өте ме, өтпей ме сайлаудан әлі белгісіз, өйткені ол сайлаудың күні белгіленген жоқ, әлі уақыт бар. Публицист Сергей Дуванов Ақжол партиясы парламентке баруға дайындалып жатыр дегеннен көрі, оны дайындап жатыр деген дұрыс болады дейді. Мұның өзі Ақорданың қоғам алдында ашықтан ашық кезекті әділетсіз сайлауға дайындалып жатқанын көрсетеді. Волнует то равнодушие, с которым Мені ең алдымен билікті парламентке өткізу үшін қолдан партия жасап жатыр деген жаңалықты бәріміздің қалыпты жағдай секілді қабылдағанымыз алаңдатады. Яғни саясаттың Ақорда ойыншығына айналған бәріміз біліп, оған таң қалмай, еш қарсылық көрсетпестен мойынсынатын күйге жеттік. Бұл жерде Ақжол немесе басқа партия болатыны маңызды емес. Бастысы партияның қазіргі биліктің режимін сақтау үшін қолдан жасалып жатқаны. Саясаттанушы Досым Сәтбаев та Ақжолдағы өзгерістерге үлкен мән берудің қажеті жоқ деп есептейді. Ең маңыздысы соңғы өзгерістер Ақорданың Назарбаевтан кейінгі саяси жүйе қалай болады деген сұрақты тағы да кейінге ысырғанын көрсетеді. Давайте не будем заниматься мелочами, да? Жарайды, Ақжол парламентке кірсін. Азат Перуашев Нұр Отаннан шықсын. Ол үлкен өзгерістер емес. Билік бізді алдаусыратып, осындай ұсақ-түйек өзгерістеріне әуре етіп қояды. Ал Қазақстанның партиялық жүйесін болашақта не күтеді? Назарбаевтан кейінгі Қазақстан қандай болады деген салмақты мәселелер осындай өткінші өзгерістер тасасында қалып қояды. Эту тему все время куда-то задвигаем. Сарапшылардың көпшілігі Ақжол парламентке келеді дейді. Ол центристік Нұр Отанға балама оңшыл күш болуы мүмкін деген болжам бар. Бірақ қосылғыштардың орнын ауыстырғанмен қосынды өзгермейтіні тағы белгілі. Сарапшылар Қазақстанның саяси тарихы Ақорда сценарийімен өтетін саяси ойында рөлін ойнап болған партиялардың орнын жаңа кейіпкерлердің басатынын талай көрсетті дейді. Инга Иманбай, Санамилов, Қазақстан. Бұл уақытта ұлт лидерінің ортаншы күйеу баласы Газпром директорлар құрамына кірді. Ресейлік компания басшылығының жаңа құрамы Газпром акционерлерінің кезектен тыс жиналысында бекітілді. Газпромның Мәскеулік кеңсесінде акционерлердің 2-1 жиналысы өтті. Әуелі жылды, одан соң кезектен тыс мәжілісі. Холдингтің директорлар кеңесінен Ресей президентінің ұсынысы бойынша мемлекеттік министрлер шығарылды, ал жаңа директорлері ретінде банкерлер, ғалымдар және Назарбаевтың күйеу баласы тағайындалды. Самұрық-қазына қорының басқарма төрағасы Тимур Құлыбаев акционерлер жиналысына түстен кейін келді. Ол баспасөзбен сөйлескен жоқ, бар болғаны топ менеджерлермен бірге Газпром корпоративтік журналы үшін суретке түсумен шектелді. Ал кешкісін тәуелсіз директорды Алексей Миллер таныстырды. Газпром басқарма төрағасы Құлыбаевпен 10 жыл бойы таныс екендігін, оның тағайындалуы кездейсоқтық емес дейді. Назарбаев отбасының мүшелерімен таныстығы соған қарағанда Ресей мен Қазақстан арасында газ саласындағы әріптестікке көмектесетін секілді. Құлыбаевтың сайлануына келер болсақ, өздеріңіз білесіздер, Құлыбаев мемлекеттік пакет негізінде ұсынылған жоқ. Ол тәуелсіз директор ретінде кірді. Мысалы, бұған дейін осындай қызмет атқарған Бухара Бергман секілді. Директорлар кеңесі үшін Құлыбаевтың сайлануы кеден одағындағы аясындағы біздің әріптестігімізге жаңа серпін берер сөзсіз. Тимур Асқарұлы туралы тәжірибесімен бұрынғы істеген қызметтеріне қатысты тек жылы лебіздер ғана білдіре аламын. Ресей мен Қазақстан арасында газ саласындағы әріптестіктер жөніндегі келісімдердің негізі соның қолымен қаланды. Құлыбаев Газпромға тәуелсіз директор болып тағайындалып жатқанда, Қазақстанның өз ішіндегі мұнайшыларға қысым күшейді. Самұрық-қазынаға қарасты Өзенмұнайгаз жұмысшылары ереуілдеп жатқан жерге апаратын жолды полиция жауып тастады. Мұнайшылар аштық жарылып жатқан орынға айналма жолмен ғана баруға болады. Жергілікті полиция Стан ақпараттық бейнепорталының түсіру тобында ол жаққа өткізбеді. Бұған қоса жаңа өзенге қарай баратындарды мұқият тексеріп жатыр. Тәртіп сақшылары жолдың не себепті жабылуын түсіндіріп беруден бас тартты. Ағас, камераны сөндіре қойшы. Ал енді бір полицейлер мұнайшылар арасында ереуілшілерді таспаға түсіріп жүрді. Ереуілдегілер мұны кейін мұнайшыларды қудалау үшін айғақ ретінде жинап жатқан болу керек деп болжайды.
Өткен түні ғана мұнда ереуілдегі белсенділердің бірі Ақжанат Аминовты тұтқындап 2 айға тергеу уақытысына жапқан. Оған қылмыстық кодекстің 164 бабы бойынша іс қозғап, әлеуметтік араздықты туғыздырды деген айып тағылып отыр. Естеріңізде болса, мұнайшылар құқығын қорғаушы заңгер Наталья Соколоваға да дәл осындай айып тағылған болатын. Мұнайшылар Аминовты Соколованы да жазықсыз ұстап отыр деп есептейді. Менімше, мына қазір мына өшіріп тұрған халықтың сағын сындыру үшін бас көтерген Аминов, бастаған Аминов, соны қамасақ, мынаның бәрі басылады деп. Негізі оның артынан баяғы 2008-ден бері түскен. Шілденің бірінен бастап Қазақстан, Ресей және Беларусь арасындағы кеден одағында ішкі бақылау толықтай доғарылды. Кедендік бақылау одақтың сыртқы шекарасында ғана жүзеге асады. Енді 3 ел кеденшілері өз аумақтарында рәсімделген тауарлар туралы негізгі мәліметпен алмасады. Одақтың іске қосылуына байланысты кеденшілер қысқартылып жатыр. Кедендік бақылау департаментінің мәліметі бойынша 1 шілдеден бастап Павлодар облысында орналасқан Беспірдей кеден бекетіндегі 93 қызметкер жұмыссыз қалды. Қазақстан кедендік одақ құру жөніндегі келісімге 2007 жылдың қазанында қол қойған еді. Кедендік кодекс жасалып, ол өткен жылдың шілдесінде күшіне енді. Кеден одағының құрылуына Қазақстанда көпшілігі қарсы болған болатын. Тәуелсіз экономистер мұны саяси қадам деп таныды. Ол қазір монополия саяси, сосын стандарты, неше түрлі, тек қана кедендік одақ емес қазір. Ол бәрін бірге экономика аймақ болады. Осындай бірге экономика аймақ, ол келісі түбінде саяси одаққа келеді. Тағы да Ресей, тағы да бізді қосылады, меніңше, бізді Қазақстанда. Сонымен тәуелсіздік тек қана қағазда қалады болды. Кеден одағы кеңес одағына айналмау керек. Бүгін елдегі оппозициялық партиялар мен қоғамдық қозғалыс мүшелерінен құрылған азаматтық қоғам өкілдері Ресейдің Қазақстандағы бас консулдық алдында наразылық шарасын ұйымдастырды. Наразы топ кеден одағын саяси бірлестікке айналдырмай, тек экономикалық одақ ретінде сақталуын талап етті. Белсенді топ кеден одағының келтірген залалы күн сайын артып келеді деп есептейді. Қазірдің өзінде жанармайдың, азық-түліктің және шетел көліктеріне салынатын баж салықтарының бағасы шарықтады деп мәлімдеді олар. Құрметті әріптестер, біз Ресей консулдығының алдына жиналып отырмыз. Алматы қаласының әкімі ешқандай рұқсат берген жоқ, акция наразылық шарасын өткізуге. Қазақстанның тәуелсіздігін айыратын дүние. Сондықтан біз тәуелсіздікті неше жыл бойы өзіміз аңсап келдік, ғасырлар бойы. Оған біз күресеміз, өзіміздің ойымызды айтамыз. Керек болатын болса біз басқа да әлеуметтік топтармен біргеміз. Алматының көшелерін жабамыз, халықаралық жаңағы тас жолдар жабамыз. Біз өзіміздің барлық қарсылығымызды осылайша білдіреміз. Азаматтық қоғам өкілдерінің айтуынша, кез келген экономикалық одақтың бірте-бірте саяси одаққа айналатын заңдылығы бар. Сол үшін де кедендік одақтың экономикалық одаққа айналмауын биліктегілер өз бақылауында ұстау керек дейді. Олардың айтуларынша, Беларусь, Ресей және Қазақстан мемлекеттеріне ортақ виза енгізуден бас тарту керек. Бұған қоса, үш мемлекет арасындағы шекарадан әскер алу мәселесін тоқтату керек деп есептейді. Ал бұл талаптар орындалмаған жағдайда кедендік одаққа қарсы көптеген іс-шаралар ұйымдастырмақ деп айта берді. 15 минутқа созылған наразылық шарасын тәртіп сақшылары өз бақылауында ұстады. Акция аяқталған соң белсенді деп танылған 6 азамат қамауға алынды. Шара заңсыз өтті. 373 бап бұзылды. Прокурордың ескертпесі болмады. Алайда мен жеке өзім бұларға ескерту жасадым. Бұл уақытта елде киім-кешек бағасы күрт көтерілді. Базардағылар мұны Қытай, Қырғыз және Түркиядан тасылынатын тауарға салықтың көтерілуімен түсіндірсе, тұтынушылар киім бағасының қымбатшылығын кеден одағынан көреді. Бұрын қандай еді баға? Бұрын нормально, қазір вообще қымбат. Не себеп болды қымбаттауға? Елдің орнын несіне кіреміз де вообще қымбат. Потому что таможняның бәрі ашық, сол себептен қымбат. Одан бері уже қымбаттап та кетті ғой баға. Кіреміз де келіп. Әлде қымбаттайды ғой? Әлде қымбаттайды. Енді қайтеміз. Не істейсіздер? Не істейміз, бір нәрсеге жеткіземіз. Саудаласамыз, академия саудаласамыз, келісеміз, орташа бағамен аламыз. Айбат әбден жақсы.
Сіз Қазақстан жаңалықтарын көріп отырсыз. Алматы қалалық сотында халыққа баспананы қалдырайық қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Есенбек Өктешбаевтың арызына байланысты сот отырысы өтті. Бірақ отырысқа арызданушының өзі келмеді. Естеріңізге сала кетейік, Есенбек Өктешбаев 2006 жылы Темірбанктен 13 миллион теңгеге жуық несие алған. Баспанасын жөндеу үшін алған қарызының жартысын ол 2008 жылға дейін өтейді. Алайда қаржылық дағдарыс төлемді қиындатқан. Банк жеңілдік жасаудан бас тартып отыр. Өктешбаевтың 7 рет жазған өтінішіне бірде-бір рет жазбаша жауап болмайды. Ақыры банк кепілдегі үйді саудаға салатындарын мәлімдеген. Осыдан кейін Өктешбаев банкпен арадағы келісім шартты арнайы мамандарға қаратып, онда заңға қайшы бөлімдердің барын, яғни келісімнің заңсыз екенін анықтауға тырысқан. Бүгінгі Алматы қалалық сотында Өктешбаевсыз өткен сот отырысы осы мәселеге арналды. Бірақ Өктешбаев те, оның жақтастары да сот үкімінің өз пайдаларына шешілетініне күмән келтіріп отыр. Борышкерлер тарапынан сотқа осындай жаңағы арыз беріліп жатыр. Бірде-бір шешім жаңағы борышкерлердің жаңағы пайдасына шешілген жоқ. Біздің ойымызша сот жүйесі банкілердің мүддесін қорғап жатқан сияқты. Хабарымызды жалғастырамыз. Гендерлік саясат тәуелсіз елдің 20 жылында қалай жүзеге асып жатыр? Елдегі белсенді азаматшылар бүгін Алматыда дөңгелек үстел басына жиналып, осы мәселені талқылады. Жұмыссыздық біздің ауданымызда бүгін 322 адам тұр. Соның мысалға 75% әйелдер мысалға. Егер жұмыссыз дейтін болса, былай қарасақ, әйел адамдарына кейде 5-6 пай кетіп қалады екен. Ал ер азаматтары 1-1,5 айдың ішінде еңбекке кірісіп кетеді. Белсенді топтың мәліметі бойынша елде азаматшылардың жұмысқа тұруы қиында, ал шығарылуы оңай. Оған қоса қазір өскелең ұрпақ жас қыздар тәрбиесі ақсап тұр дейтін мамандар. Олар қазақ қызының оранып, хиджаб киюі, түрлі ағымдар жетегінде жүруі алаңдатарлық жай деп есептейді. Ал аналар жиынына келген академик Молдағали Матхан гендерлік саясат кесірінен бала тәрбиесі ақсат деген пікірде. Соңғы жылы жиілеген суицид, ұлттық идеологияның жоғалуы аналардың балаларына көңіл бөлмеуінен дейді ол. Гендерлік саясат бұл қауіпті саясат. Бұл жақсылық қалып бармайтын саясат. Бұл сионистік саясат. Бүгінгі таңда оттың басын түзейтін, өмірге алып келген ұл мен қызды қан жасайтын ана керек болып тұр, ұстаз керек болып тұр, дәрігер керек болып тұр. Біз осы жөнінде не айтпаймыз? Оңтүстік Қазақстан облысында Түркістан экспедициясы барысында 3-4 ғасырдың әзірге белгісіз діни орталығының құрылысы табылды. Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің маңында орын тепкен ғимараттың анықталуы тарихта жаңа көзқарас тудырады дейді мамандар. Ендігі мәселе оны сақтап қалу. Тарихи мұрамен тілшіміз Мира Іңкәр таныстырады. Археологтар Түркістан қаласындағы Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің жанынан табылған кірес пішіндес ғибадатхана ел тарихында жаңа бетбұрыс жасайды деп отыр. Олардың болжамынша 3 ай бойғы қазба жұмыстарының нәтижесінде табылған ірі діни орталық ислам дініне жатпайды. Мамандар Түркістанның орнында болған Яссы қаласының тұрғындары исламға дейін басқа дінге табынған болуы керек деп жорамалдайды. Яғни Яссауи бұл қалаға ислам дінін тарату үшін келді деген болжам бар. Теперь, мне кажется, мы вот на пороге разгадки вот этой. Менің ойымша, біз Қожа Ахмет Яссауидің дәл осы Яссы қаласына діни уағыз жүргізу үшін келгенінің себебін анықтау үстіндеміз. Яғни басты жаңалық осы. Бұл жерде маг, сақ немесе христиан дініне жататын ірі діни орталық болғаны анық. Келбеті Орта Азия елдерінде болған діни орталықтарға ұқсас келеді. Уже доказано и показано. Вот все. Күлтөбенің оңтүстік аумағын толықтай алып жатқан ғимаратта археологтар 3-4 ғасырға жатқызады. Ұзындығы 18 метр, қабырғалары 2 метр, ал биіктігі 3 метрге дейін жетеді. Күмбез тәрізді күрделі құрылыстың оңтүстік және шығыс жағында тағы бірнеше ғимарат орналасқан. Бұл әзірге қазылған бөлігі. Ғалымдар мәдени ошақты толық қазып алуға бірнеше жыл кетеді деп отыр. Осыған ұқсас ғимараттар Тараз бен Ташкент, Бұхара шаһарларында да табылған. Бірақ әлі күнге дейін олардың қандай діни конфессия стилінде салынғаны белгісіз болып қалуда. Бізде де енді бұрынғы ата-бабаларымыздан қалған мұраларды
қызығып тексеру үшін әдейі осында істеп жатырмыз. Қызығушылықпен жақсы нәрселер шығып жатыр. Бұрындары болған қаланың орындары, дуалдары көрінді, бірақ дәл осындай не бірінші рет шығып тұр. Түркістан экспедициясына мемлекеттік қазынадан 8 миллион теңге жұмсалған. Ғалымдар енді табылған қазынаны қалай сақтаймыз деп уайымдап отыр. Көне құрылыс әлі жабылмаған. Жауын шашын оны жермен жексен етуі мүмкін деген қауіп бар. Мейрам Кәр, Ілдар Жүнісқанов, Оңтүстік Қазақстан. Бүгінгі күннің маңызды оқиғалары туралы тілшілер дайындаған жаңалықтарды көрдіңіз. Бізден ақпарат күтіңіз.